Бәріңе сәлем, құрметті әріптестер. Кері байланыс алуға арналған бес заманауи әдіс туралы айтатын боламын. Олай болса, назарларыңыз экранда болсын. Бірінші әдіс тиктокша пікір әдісі. Мақсаты сабақ туралы ойын 15 секундтық фраза сияқты айтып береді. Мысалы, бүгінгі сабақ 10-да 10, бәрін түсіндім. Абай туралы тағы да білгім келеді. Немесе, басым жарылып кетті, бірақ график құруды үйрендім. Артықшылығы қысқа, заманауи, тілді жаттықтырады. Қолдану, еркін сөйлеу дағдысын дамытады. Формат, телефон камерасына жазу немесе сыныпта микрофонмен бір сөйлемнен айтып шыға алады. Екінші әдіс орын ауыстыр әдісі. Мақсаты оқушылар өз көзқарасын дене қимылымен білдіреді. Мысалы, сыныпта иә аймағы мен жоқ аймағы болады. Мұғалім 3-4 пікір айтады. Мәселен, бүгін мен өзімді сенімді сезіндім. Бұл тақырып маған ұнайды. Мен бүгін көп сөйледім. Мұғалім осы сөздерді айтып жатқан уақытта оқушылар бүгінгі сабақтағы іс-әрекеттері бойынша иә немесе жоқ деген аймаққа бөлініп тұра береді. Оқушылар орын ауыстырып жауап береді, артықшылығы қимыл мен жауап, эмоцияны білдіру жеңіл, формат, сабақ соңында 5 минут жеткілікті. Үшінші әдіс ой картасы әдісі. Мақсаты сабақ туралы ақпаратты визуалды түрде жинау. Оқушы парақтың ортасына бүгінгі тақырыпты жазады, содан кейін төрт бұрышқа төмендегілерді салады. Не үйрендім, не қиын болды, не қызық болды, не сұрағым бар. Артықшылығы көрнекілік, терең рефлексия, формат топтық, жеке дәптерде немесе А4 қағазда орындай алады. Төртінші әдіс бүгінгі сабақ кино эпизод болса әдісі. Мақсаты сабақты эмоциялық деңгейде бағалау. Оқушыдан сұрайсыз, бүгінгі сабақ кино болса қандай жанр болар еді? Драма, комедия, экшн, тағысын тағы. Сабақ атауын қалай қояр едің? Сен қандай рөлде болдың? Оқушылар төменде мысал ретінде былай жауап берсе болады. Сабақ нағыз детектив, физиканың жұмбағын шештік. Мен басты кейіпкер болдым, ең күрделі сұраққа жауап бердім. Артықшылығы эмоциялық қабылдауды шыңдайды. Формат ауызша немесе кино афиша сызу арқылы жауап берсе болады. Бесінші әдіс дөңгелек стикер, сиқырлы микрофон әдісі. Мақсаты оқушы сабақтағы рөлін, күйін, жетістігін бір сөйлеммен сипаттайды. Дөңгелек стикердің немесе микрофонның көмегімен оқушы былай дейді: бүгін мен өзімді өте жақсы сезіндім, себебі мен сабақтың барлығын түсіндім. Болмаса, менің сабағымның басты сөзі үздіксіз іздену. Егер бүгінгі сабақты эмоджимен сипаттасам деп, оқушы қолындағы эмоциялық стикерді көрсетсе болады. Артықшылығы ауызша сөйлеу дағдысы дамиды, еркіндік береді, формат топ пен шеңберде отырып айту. Құрметті әріптестер, кері байланыс алуға арналған бес заманауи әдіс ұнаған болса, біздің арнамызға тіркеліп пікір жазып, үлпіл басуды ұмытпаңыздар.